Ағажем дара туған бала деді. Тиктокта тамсандырған тәмам елді. Эфирге алғаш рет шығып тұрмын. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Уалейкум ассалам. Hoş geldinizler. Мына гүл әлі солмапты ғой, а? Үлкен болғанда сен кім боласың? Қарышкер. Мәсі. Планеттан жеттеп шыққың келеді, айды көргің келеді. Сен әжең не деп еркелетеді? Твай деп. Жүрегіңнің есігін қағып тұрмын аш-аш. Менің әжем қуаныштан билесін, мен ойлап мұңаясын кейде шын. Керемет, мына бимен жарат бұйырса. Армысыздар, эфирде көреміз сіздермен Руслан Өтепбай. Көреміздің бүгінгі шығарылымы талантты балақайларға арналмақ. Ендеше бастайық. Әжеміздің арқасында. Молодец. Әдейі сіздерге қысқа алып бердік, өйткені баланың өзін біз Қызылорда қаласынан таптық және студиямызға шақырдық. Ендеше қызылордалық Мейірханды студияға шақырайықшы. Ой, азамат, мінекей, киім үлгісін қараңыздар. Мейірхан, қош келдің. Амансың ба? Ағажем дара туған бала деді. Тиктокта тамсандырған тәмам елді. Эфирге алғаш рет шығып тұрмын. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Уалейкум ассалам. Мейірхан, өзімен жақынырақ танысайықшы, қай жердің азаматысың? Қызылорда облысы Шиелі ауданы Жүлек ауылының тұрғынымын. Қай сыныпқа көштің? 6-шы А сынып оқушысымын. Мына жағдай сол жақында болды ғой, осы қыркүйек айында. Иә. Әннің әуені, ырғағы, мәтіні әже туралы екен. Иә? Иә. Мектеп табалдырығын аттаған кезде енді біз көбіне көп ұстаздар жайлы, мектеп жайлы айтамыз ғой. Неге сен әжеңе ән арнадың? Өйткені мені кішкентай кезімнен бастап әжем тәрбиелеген, әжем өнерге баулыған. Сондықтан әжем арнайды. Әженің есімі кім? Рахия. Рахия апай, осы бағдарламаны пайдаланып сізге біз шексіз алғыс айтамыз. Осындай қазақтың қайсар бір немересін тәрбиелепсіз. Ал енді мұғалімдер қалай қабылдап жатыр? Мына әлеуметтік желіде өте танымал болып жатсың, білесің бе? Иә. Қанша қаралым жинады мына видео? 800-ге жуық қаралым бар. Қанша? 800 мыңға жуық қаралым бар. Ол кеше 800 мың еді, бүгін 1 миллион қаралым жинапты. Сондықтан біздің миллионер жігітті құттықтап қояйықшы, құрметті қошеметпен. Қандай әншілер ұнайды қазақ эстрадасында? Төреғали Төрәлі, Сергей Ибрагим әншілер ұнайды. Ал қыздардан ше? Қыздардан Ерке Есмахандар ұнайды. Ерке апан ұнайды ма? Қасет өзі де Төреғали Төрәліге құсап тұр, сөз саптауы да, жұлқынып жаңағы ән айтқан жаңағы стилі де, және де енді әрине Ерке Есмахан ұнамау мүмкін емес бұл жігітке деп қойшы. Әннен бөлек қандай бір өнерлерге жақынсың? Би. Би? Енді би жақсы билейтінді көрдік. Сабаққа ше? Мынау ән айтуын, би билеуін негізгі сабаққа кетерге болмай ма? Жоқ, екеуін сабақпен өнерді бірге қатар алып жүрем. Жарайсың. Қанша бауырым бар? Біз үйде 6 ағайымыз. 6 аусыңдар. Демек көп балалы отбасысыңдар. Сен нешіншісің? 5-ші. 5-шісі. Менен кейін қарындасым бар. Ал енді біз сенің қазақ эстрадасындағы әншілердің әндерін қалай білетініңізді бір сынап көрейікші. Қазір біз саған бір кез келген әннің минусын қоямыз. Сен сол әнді және әншіні табу керексің. Келістік пе? Ал ендеше бірінші минус. Шай қайнат. Стоп. Қандай? Келін болып шай қайнат. Алмасқан Насыровтыға. Әуені қандай оның? Айта аласың ба? Айтып көрші. Келін болып шай қайнат, шай қайнат, шай қайнат, думандатып той тойлап, той тойлап, той тойлап.
Дұрыс па? Алматыда Ұлан ғасыр? пай-пайлап. Тамаша, осы екен ғой. Бірінші сынақтан өттің, енді келесі бір әнді көрейікші. Бұны таппайтын сияқтысың. Ғалымжан Жолдасбайдікі көк жөтел. Иә, Ғалымжан Жолдасбай көк жөтел, дұрыс. Бұны да біліп отыр. Ал енді келесі ән. өлең айтпай даусым ашылмай Дұрыс, Ғалымжан Жолдасбай көк жөтел. Келесі ән. Ұлғансар Қами Қызыл Раушан. Ұлан ғасыр Қамиев. Осында бар ма Ұлан ғасыр? Ұлан ғасыр ағанды бұрын соңды көріп пе едің? Иә, бүгін көрдім. Бүгін көріпсің ба? Келіп қолын алса шаған. Дәл, осындай өнері жұғысты болсын саған. Сене хитмен болайын осылай. Ал, бүгін енді студияға келіп, тұңғыш рет келіп жатырмын дедің, Ұлан ғасыр ағанды көріп жатсың. Енді осы бір студияға шығып, ән айтуға мүмкіндік бар саған. Қандай ән орындайсың? Әжем арнап. Аты қандай әнінің? Менің әжем билесін. Ендеше сахна төрінде біздің талантты балақай Мейірхан Балтабай, әннің аты «Менің әжем билесін». Мархабат. Немересі бар қасында, тәттілері қалтасында, қайғы көрмей өстік біздер, әжеміздің арқасында, әжеміздің арқасында. Әжемнің ақ тілегін орындайтын сәт білемін. Тойға кетсе әкелуші ед немереме тәттілерін. Менің әжем қуаныштан билесін, мен ойлап мұңаясын кейде шын. Немереден аямайтын ештеме, айтыңдаршы кім әжесін сүймесін. Менің әжем қуаныштан билесін, мұңаясын кейде шын. Немереден аямайтын ештеме, айтыңдаршы кім әжесін сүймесін. Ақылшы әжем жол бастайды, сызда жерде болмас қайғы. Жаны қалмай, әлі күнде қорғаштайды. Менің әжем қуаныштан билесін, мен ойлап мұңаясын кейде шын. Немереден аямайтын ештеме, айтыңдаршы кім әжесін сүймесін. Менің әжем қуаныштан билесін, мен ойлап мұңаясын кейде шын. Немереден аямайтын ештеме, айтыңдаршы кім әжесін сүймесін. Менің әжем қуаныштан билесін, мен ойлап мұңаясын кейде шын. Немереден аямайтын ештеме, айтыңдаршы кім әжесін сүймесін. Менің әжем қуаныштан билесін, мен ойлап мұңаясын кейде шын. Немереден аямайтын ештеме, айтыңдаршы кім әжесін сүймесін. Айтыңдаршы кім әжесін сүймесін. Менің әжем қуаныштан билесін. Қазақ эстрадасының болашақ жұлдызы Мейірхан Балтабайға құрмет. Ал Мейірхан жайғас.
Қазір ағаларынан, әпкелерінен даусының дәрежесін сұрайықшы. Енді студиямызда Ұлан Ғасыр отыр. Ұлан Ғасыр, мына балақайдың даусына қандай баға бересің? Харизмасына, биіне, талантына. Харизма, биді бәрі ұрып тұрген енді. Өзінің түрі келбетті келіскен, үстінде киімнен де байқау болады. Қазақилықты жақсы ұстанатыны. Даусың да өте бір ерекше екен. Жаңағы сұрайын деген биді негізі өзің ойлап таптың ба? Керемет. Мына бимен жарат бұйырса. Сенің талантына біздің сарапшылар тәнті болып жатыр. Және біз саған енді қуыс үйден құр шықпа дейтін қазақпыз. Дүкен ұсынған дәл осындай сөмкені сыйлыққа тартамыз. Мектепке ұстап бар осыны. Иығына асып. Ой, тамаша. Келгенде рахмет. Қылығы тәтті балақайлармен шағын жарнамадан соң танысамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қош келдіңіздер. Мына гүл әлі солмапты ғой, Кішкентай балақай Еділдің басты арманы алпамыз секілді мектепке бару. Экранға зер салайық. Гүл ұстаған кішкентай бүлдіршінмен жақынырақ танысу үшін студияға Еділді және анасы Фаризаны шақырамыз. Қош келдіңіздер. Мына гүл әлі солмапты ғой, төрлесіңіз. Фариза ханым, қалайсыздар? Рахмет. Қай қаладан келдіңіздер, ат терлетіп? Шымқала. Шымкенттен шырайлы келдіңіздер. Иә. Мына видео туралы айтып беріңізші. Сабаққа асық баратыр ма Еділ? Түріне қарасақ әлі сабаққа баратын бала емес. Бала бақша ғой, мини-центрға қызықпасын деп жібергенбіз. Бұдан алдын егіз ағасы мен әпкесі бар. 2,5 жасар. Солармен бірге ертіп жібергенбіз. 1 сентябрьге жаңағы білім күніне. Бірақ әлі бала бақшаға бармайды ғой? Жоқ. Ағасы мен тәтесін апару үшін сізбен бірге қатар барды. Сол кезде түсірілген видео. Қазір енді әлеуметтік желіде көп талқылау болып жатыр. Білесіз ғой? Сол бізде өзіміз бұлай бүйтіп түсіріп, арнайы шығарған жоқпыз. Туыстардың WhatsApp чатына жібергенбіз. Астанада әпкесі бар, сол жіберген екен, Дәулеттенге. Кейін жан-жақтан естідік, балдарың интернетте жүрдіп. Сол ғаламтордан, жан-жақтан видео келген кезде қандай күйде болдыңыздар? Қуандық біріншіден, екіншіден бұлай бүйтіп ойламадық негіз бүйтіп. Бір қазақ енді ырымшыл халық қой, көз тиіп қалады ау деп қорықпадыңыздар ма? Жоқ. Секен болмады ма онда ешқандай? Жоқ. Ең бастысы көңілге алмау керек. Солысы енді кішкентай бүлдіршінімізді тек осы видеомен танымал болып қалды ғой. Енді бір арнайы парақша ашып, ары қарай дамытсаңыздар, халық бұл баланы ұмытпайды, әрқашанда бақылап отырады. Біздің халық деген ол бір адамды көрді ме, сол адамды міндетті түрде іздейді әлеуметтік желілерден. Сондықтан енді сәттілік тілейміз. Мықты бір блогер бала болып кетсін. Жасы 1 жарымда, негізі біздің әулет өзі, аталары, әкесінің өзі тамада, термеші, мәдениет саласында. Қанда бар отыр ғой, танымал болып. Әкесінің есімі кім? Бүгін айшықтайық. Досжан Бейсетаев. Досжан мырза. Ал өзіңіз немен айналысасыз? Мен негізі биотехнологпын, қазір баламен үйдемін. Және шаштараз дамский мастермын. Ал енді мысалы сіздің балаңызды бір продюсерлер көріп, балаңызды беріңіз бізге, біз оны жұлдыз қыламыз, өсті блогер қыламыз десе, дайынсыз ба оған? Балаңызбен бірге гастрольге барып, мысалы болмаса бір осындай бағдарламаларға түскеніне қалайсыз ба, дайынсыз ба ондайға? Оны ақылдаспаптық, әкесі. Ойлаңыздар. Енді 1,5 жастағы баласын өнерге сала салу қай анаға болсын қиын ғой. Қиын ғой, иә. Десе де бірақ енді Еділдің бойындағы жаңағы бір ғана видео 10 секундтық 10 миллион қаралым жинап жатыр әлеуметтік желіде. Бұл да енді бекер дүние емес шығар. Бақ қой ол бақ, бекерден бекер шыға салмайтын нәрсе бұл. Жаңағы дайын болыңыздар. Апамыз айтып отпақшы, Инстаграмын ашқан негізі дұрыс шығар. Енді бір 20 жасқа толғанша 1 миллион
оқырман болады, иә? Иә. Енді рахмет айтады. айтып жатыр ғой, әкесі талантты деп. Және әкесінен бөлек те Еділдің аузына қазақ эстрадасының жарық жұлдызы түкірген. Заттыбек Көпбосынұлы. Қазақ енді ырымшыл халық мүмкін. Заттыбек ағамыздың түкірігі де бір қасиетті болып тұрған шығар. Иә, сол да бар шығар. Бұл қандай тойда болған жағдай? Бұл біздің егіздеріміздің былтыр тұсаукесерінде қонақ шақырған болатынбыз. Жақсы, енді Еділ расымен де парақша ашып қойып, Еділді мысалға тіл көзден аман болсын, тәп-тәтті балақай модель қылып та мысалға кішкентай бүлдіршіндердің киімдерін сататын дүкендерге модель қылып та жіберіп болады. Бір жағынан табыс та табасыз, бір жағынан танымал да болып жатады балаңыз. Онда тұрған ештеме жоқ деп ойлаймын. Ал егіз балаларыңыздың қандай өнері бар? Олар да өнерге жақын ау? Бар апаға берші. Ай, жаным. Оқылап қалмасын Еділ. Өзінен гүлі де Бұл Еділ гүлді бермей, жай иіскетеді екен. Біз Еділге сыйлық берейік, Еділ мүмкін біздің нәзік жандыларға гүлін берер. Еділ, сен Алла қаласа балабақшаға барасың, сол кезде осы сөмке саған керек болады. Е? Мінекей, саған береміз. Ұста, мына жерін ұстап ал. О, міне, болашақ оқушы. Кел. Келесі балақаймен танысу үшін экранға зер салайық. Ережеге бағынғысы келмейтін өзінің дербес биі бар Мұхаммедті студияға анасымен шақырамыз. Жайсан ханым, қош келдіңіздер. Мұхаммед, қалайсың? Жақсы. Жасың нешеде? 6-да. 6-да. Қазір біз саған бір видео көрсетеміз. Сол сен ба, сен емес па, айтып берші бізге. Е? Ал жаңағы видеоны қайталап қойыңызшы. Мұхаммед, сен ба? Жайсан ханым, бұл балабақша ғой деймін. Балабақшада қоштасып жатқан кезіміз, майда. Сол кезде. Енді басқа балалардан қарағанда Мұхаммед жақсы жылы қоштасқан секілді, қалғандары қимай тұрған сияқты. Ол көктемде түсірілген видео, бірақ күзде жарық көріп тұр, жаңаға желіге тарап кетіп тұр. Майда қоштасып балабақшамен. Бірақ біз енді ойладық, сол бірінші сыныпқа барған балалардың барлығын көрсетіп кетті ғой енді. Сол бірінші сыныпқа барып жатқан бала екен деп мен өзім сөйтіп ойладым, мен де көрдім, Мұхаммед, жарайсың. Енді өзінше әлемі бөлек екен де, ешқандай тәртіпке бағынып тұрған жоқ, өзінің әлемі бөлек, өзімен өзі, ешқандай ереже керек емес екен Мұхаммедке. Өзінің ішкі темпоритмі басқа нәрсені қалап тұрған бала болып тұр ғой енді. Биыл бірінші сыныпқа бардың ба? Жоқ, биыл 0-ға барып отырық. Мектепке даярлау классындамыз. Бұл видеоны кім түсіріп алып, өздеріңіз түсірдіңіздер ме? Жоқ, бұл видеоны жаңағы фотографтар келеді, сол бір бала түсіріп алып. Содан кейін сізге жіберді. Сөйді апайларға жіберген, кейін маған жіберді. Сен балабақшадан кетіп баратырмын деп қуанып биледің ба? Жоқ па? Айтшы кәне. Қуанып биледің ба? Жоқ па? Балабақшаға барғың келе ма? Өзі өте ерке бала екен. Қуанып билеген болу керек сонда. Нешінші балаңыз? 3-ші. Ең кенже болып тұр ғой, бәсе көріп тұр, ерке сондай. Жайсан ханым, әлеуметтік желіде көрген шығарсыздар видеосының танымал болып жатқанын. Иә, көрген кезде қандай әсерде болдыңыздар? Не деп жатыр ел жұрт астында, пікір оқыған шығарсыздар? Иә, оқыдым. Бәрі не қылып отыр, жақсы сөз айтып отыр.
тамада болатын бала екен деп. Асаба болатын бала Тойға дейме? көп барған бала екен деп жатыр. Бір нәрсе сұрап жатыр, ау денішші. Иә, Мұхаммед, не болды? Сөйле. Микрофонды көріп, бір шабыта ашылып тұрған сияқты. Демонстративный өзі. Билеш шық. Билесің бе? Биле. Билеш жаңа билеш. Биле. Құдас, биле. Міне, осылай биле. Ой, тамаша. Мұхаммед, сенде сөмке көп шығар, десе де, біз де саған сөмке беруді жөн санадық. Мінекей, біздің атымыздан қабыл ал. Даярлық мектебіне барып жүргенсің, кітаптарын салып ал. Ай, құтты болсын. Рахмет. Ақ бантик таққан тиктокер. Бие трендке іліккен қызбен шағын жарнамадан соң танысамыз. Даяна, сен тиктокта отырасың ба? Я? Тиктокта аккаунтың бар ма? Я бар. Тиктокта тренд түсіресің бе? Я түсірем. Көп түсіретін шығарсың. Көп. жүрегімнің есігін қағып тұрмын ашқаш. Үлкен болғанда сен кім боласың? Қарышкер. Мәсі. Тиктокер ма, оқушы ма? Экранға жер салайық. И, конечно, наши маленькие, дорогие первоклассники. Сегодня в городе Алматы 32 200 учеников. Осы бір видеоны барлығымыз көрген шығармыз әлеуметтік желіде. Көрдік, иә. Ендеше Даянаны студияға шақырамыз. Даяна анасымен келген екен. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Көйлегі қандай әдемі, туфлі қандай. Көйлегі де әдемі, өзі де сұлу, туфли жылтырап тұр. Даяна, қош келдің. Микрофон саған берейін. Қалайсың? Жақсы. Даяна, жасың нешеде? 6-да. Биыл бірінші сыныпқа бардың ба? Сабаққа, мектепке бардың ба? Бірінші классқа бардым. Қалай екен бірінші класс? Тамаша болды. Тамаша ма? Я. Ұйқың қанып жүр ма? Жоқ. Шыда, 11 жыл, одан кейін бәрі жақсы болады. Мектепте алғашқы қоңырауда сен билепсің ғой? Я. Қалай биледің? Қалай биледің? Біз саған көрсетейік, ке? Ал, экранға қара. Дәу экранға қара. И, конечно, наши маленькие, дорогие первоклассники. Сегодня в городе Алматы 32 200 учеников. Рахмет. Даяна, бұл биді қайдан білесің? Мен өзім. Кім үйретті сені? Мен танцыда бардым, сосын үйреттім. Сен биге барасың ба? Я. Қанша жыл болды билеп жүргеніне? 5-те. 5 жасынан бастап билейсің, иә? Демек 1 жыл болды. Я. Биші боласың ба өскенде? Я. Даянаға әнді айту керек сияқты мына түрімен. Әдемі әнші қыз болып өседі. Даяна, сен тиктокта отырасың ба? Я. Тиктокта аккаунтың бар ма? Я бар. Тиктокта тренд түсіресің бе? Я түсірем. Көп түсіретін шығарсың. Көп. Иә, біз қазір саған тиктоктағы трендтерді көрсетсек, сен сол трендтерді көріп билей аласың ба? Я. Кеттік онда, ортаға шық. Микрофонды бер мамана, жерге кел. Барлығын біліп тұр өзі.
Қазақшалау. Қазір бүкіл көрермен сені көреді, одан кейін сенің биің күшті болса, бәрі сенің тиктогына жазылады. Иә? Сосын сен танымал боласың. Қазір экранда тиктоктағы трендтер шығады. Соны бізге көрсет, біз де сенің артынан қайталаймыз. Кеттік ал. По теме круга маскарад, и клоуны в деле это масқара. Кім сені басқарад, телевидан шашылды сенеге басылар. Чисто результат, чисто мандай тир. Микрофон құлаққа, бір бөлмелі пәтер. Көріккені аша алып әйтпен. Тамаша. Тағы да бар ма? Менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе? Жүрегіңнің есігін қағып тұрмын аш-аш. Bir ауыз сөз айтайын, ашуымды бас. Мұхаммедтен қосылғысы келіп отыр. Ой, тамаша, Даяна, саған біздің атымыздан сенің көйлегіне сай сөмке. Құтты болсын. Ұнады ма? Сабаққа ұстап барасың. Мамасына сұрақ. Иә, дүйсенбі күні сабаққа ұстап бар. Иә, сұрақтарыңыз болса? Сіз негізі қалайсыз ба балаңыз, қызыңыз Даяна өнер жолымен кеткен. Жұлдыз болған қалайсыз ба? Әлде ол оңай емес екен білетін шығарсыз, иә? Жұлдыздарға қалай? Дайынсыз ба оған? Бәріне дайынмын, егер өзіне ұнап жатса, мен қарсы болмаймын. Бірақ өзім бүйтіп, сен жұлдыз болуың керек деп ойды оған бүйтіп навязывать етпеймін. Бұйрық бермейсіз? Өзінің таңдауы. Өзінің қалауы. Мен наоборот, керісінше оған нені, тиктокты бермейтінмін телефонды. Ол жақта қарамай қой деп. Бірақ арасында көріп өзі сөйтіп түсіріп үйреніп апты. Әрине заман талабына сай барлық балалардың барлығы жалпы тикток желісінде отырады. Менің кішкентай 2,5 жасар қызым бар, ол да осы өлеңдердің бидің барлығын жатқа біледі. Мен айтам, қалай жаттап үлгереді. Енді милары не ғой жаңағы қабылдау несі өте жақсы дамыған. Даянаны мен актриса, биші, әнші ретінде көріп отырмын. Және де өзімнің кішкентай күнім Даяна қарап есіме түсіп отыр, осылай жұлқынып, топтың арасына топ жарып бүйтіп билеп, солай не қылғанды жақсы көретін. Өжет қыз, тіл көзден аман болсын. Даяна, сенің сыныптастарының арасында сен танымал шығарсың қазір, иә? Ты популярная среди... Иә, танымал. Иә. Қазір бізді бүкіл сенің мектебін, сыныбын көріп отыр. Мұғалімдерін көріп отыр. Оларға сәлем жолдайсың ба? Иә. Анау камераға қарады айт. Айтқым келеді. Қандай нөмірі қандай мектебінен? 117. Ана камераға қара, бірге айтамыз. 117-ші мектепке сәлем. Сәлем. Ой, тамаша. Бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі талантты балақаймен танысу үшін экранға зер салайық. Бірінші қыркүйек білім күні. Әсіресе бірінші сыныпқа аяқ басқан бүлдіршіндер үшін аса маңызды мереке. Мектеп алдында әнұранды бар ықыласымен шырқаған патриот жігіт көрермен назарына ілікті. Жастағы бүлдіршін зеректілігінің арқасында тек мектеп ұжымын ғана емес, дүйім жұртты таңғалдырған. Дәулетхан Айжарық кішкентай кезінен бері оптикалық жүйке гипоплазия деген диагнозға шалдықса да, 3 жасынан бастап қазақ және орыс әдебиетінің ақындарының өлеңдерін жатқа біледі. В школу мы пришли, и теперь никто не скажет, что мы малыши. Молодец, давайте похлопаем Дәулетхану. Как он хорошо рассказал свой стих. Бүгінде аталмыш видео TikTok желісінде 2 миллион қаралым мен 100 мың лүпіл жинаған. Желіде жарыса жазылған пікірлер әлі де таусылар емес. Жарайсың, қадамың құтты болсын, озат оқушы бол. Бір жерді тесіп шығады бұл балапан. Жарайсың, нағыз патриот. Азамат 100 жаса, денсаулық мықты. Құдай, жаным сүйкімді ғой өзі, тәп-тәтті менің. Ендеше жүрегі қазақ деп соғатын Азамат Дәулетхан Айжарық пен анасы Сабинаны студияға шақырамыз.
Тамаша, Дәулетхан, ассалаумағалейкум. Сабина, қош келдіңіздер. Қолын беріп жатыр. Келіңіз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Уалейкум ассалам. Сабинаға анасына микрофонды берейік. Қош келдіңіздер. Жайғасып алыңыздар. Дәулетхан, қал жағдай қалай? Қалым жақсы. Мен Нұр-Сұлтан қаласының номер 10-шы мектебінің 1-ші сыныбының класының оқушысымын. Ой, тамаша. Мінекей, Алматыға Нұр-Сұлтан қаласынан келіпті. Алматыға бірінші келуін бе? Иә. Ұнап жатыр ма біздің қала? Иә. Нұр-Сұлтан қаласы суық шығар? Кішкене суық, бірақ кішкене жылыйды. Жазда жылы, я? Бізде енді қыста да жылы. Мүмкін біздің Алматыға көшіп келесің? Шететін шығармын. Дәулетхан, сен қазір интернетте, ғаламторда жұлдызсың, білесің бе? Білем. Мектепте бір сенің бәрі мастер-класс алатын шығар, я? Автограф сұрай ма, қыздар? Сұрайды. Суретке түседі, Я. Дәулетхан, осындай әнұран үшін, жүрегін қазақ деп соққан үшін саған тамаша сөмке. Е, мектепке ұстап барасың. Нет. Оқасы жоқ. Дәулетхан, сен кім болғың келеді өскенде, Дәулетхан? Үлкен болғанда сен кім боласың? Ғарышкер. Мәсі. Өскенде өлең жазасың ба? Я. Абайдың өлең айтып берші, балам. Анашым қиын ғой. Жоқ, қиын емес сан. Айта аласың, айта ғой. Оңайын айт онда. Жеңілін айт, қайсысы саған оңай? Анашым тақпағын айтам. Айта ғой, айта ғой. Абай Құнанбаев, атамыздың өлеңін оқыңдар. Ғылым таппай маптан ба, орын таппай баптан ба, құмарланып шаттан ба, ойнап босқа есім, өзім ұстаймын. Абай Құнанбаев, ғылым таппай маптан ба, орын таппай баптан ба, құмарланып шаттан ба, ойнап босқа күлге. Бес нәрседен ғашық бол, бес нәрседен ашық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірдің алдында, оған қайға жесеңіз. Бес тұспанның өшек өтірік мақтаншақ, еншек бекер мақшаспақ. Бес тұспанын білсеңіз, талап еңбектеден ой, қанағырат рахым ойлап қой. Тамаша. Баламен бірге тақпақ жаттайсыз ба? Жоқ, өзі жаттай ма? Қалай жаттатасыз? Көбіне тақпаққа өлеңге келетін болсақ, бірге жаттатқызам. Қазақша ертегілерді ғана тыңдайды. Сондықтан үйде тек қана қазақша бізде. Телевизор қазақшада қосылып. Менің ойымша балаңыз жазушы болатын сияқты енді. Ол өте жаңағы ерекше бала болып тұр ғой сіздің балаңыз, е? Өзі сүйкімді, тіл көзден аман болсын, бәрекелді жарайсың, Дәулетхан. Осылай талабыңа нұр жаусын, күн сияқты, күн шуақ құсап бізді қуантып, қазақ елін қуантып жүре бер балақай деген келеді. Әумин, рахмет. Иә, Ернар. Бағанадан бері бауырларыма, қарындасыма барлығын көріп риза болып отырмын. Барлығы бірдей болайын тұрған балдар екен. Дәулетхан бауырыма тек өмірде сәттілік тілеймін. Жаңа әнұран айтқан кезде, ән айтқан кезде, түріне көрініп тұрады екен да, патриоттық сезім, мақтаныш өз еліне деген, туған жеріне деген кәдімгідей жетер жеріне жеткізіп айтады екен. Риза болып отырмын бауырым. Өнерлерің өрге жүрсін. Биік шыңдардан көрініңдер. Біздің болашақтарымыз ғой. Тамаша, Дәулетхан, сенің әжен бар ғой, Иә. Әжен аты кім? Гүлнұр. Гүлнұр әжен жақсы көретін шығарсың? Иә. Саған көз тимес үшін сені аластайды екен ғой, Я, және мен бар ғой, 82 мен бигабойда жүгірдім ғой. Ой, тамаша. Саған жоқпын. Сұрақ қояшы Балақайға, осы ғарышкер болу деген арман қайдан шықты? Қалай ойладың? Не үшін ғарышкер болам деп армандадың? Өйткені мен бар ғой, планеттан жеттеп шыққым келеді, айды көргім келеді. Мәссаған. Міне,
Илон Масктың жағы бер жағы. Илон Масктан да асып өтеді. Асып өтесің жағы. Кіп кішкентай кезде планетаны ойлаған миды айтсаңшы. Әжең не деп еркелетеді? Сені әжең не деп еркелетеді? Былай еркелетеді, твай деп. Мамаң қалай еркелетеді? Жаным сол дейді, көшақаным сол, бұтағаным сол дейді. Папаң қалай еркелетеді, папаң? Ол бар ғой папам, анашым. Папасы ақша берсе, соның өзі еркелету ғой. Жаным дейді. Тамаша. Дәулетхан келгеніне рахмет. Нұрсұлтан қаласына дұғай сәлем айт. Сыныптастарына сәлем айт. Ең басты сабағын жақсы оқы. Е? Оқисың ба сабағын жақсы? Иә. Анашы енді қазақ. Не істейді? Тағы да бір өлең айтып берші. Айтып берсін? Қайтармайық бала. Алыс жолдан келген екен, айтып берсін. Тұрып айта ғой. Қазақ болып тумағаннан не терем, қазақ болып тумағанда не терем, бұл жалғаннан бағыт таппай өтерем, желдей жүйрік жолға мінбей жалғанда, аламаннан адоздырмай кетерем, қазақ болып тумағанда не терем, өкініспен өртенерем өтемен, қасиетті домраны қолға алмай, қонырында әуелетпей кетерем. Мен қазақтың бойындағы қан қазақ, мен қазақтың мен шырқайтыннан қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына, баршан мен қуаныс екен бар қазақ. Ой, тамаша. Қазақ деп соққан жүрегімнен айналдым. Дәулетхан болашақта қазақ елінің байрағын көкке желбіретер намысты, табысты ер азамат бол. Рахмет саған. Биылғы жаздың хиті Қызыл Раушан әніне екінші дем берген кім? Шағын жардамадан соң білеміз. Қандай әнші боласың? Кім сияқты әнші боласың? Әпшем. Мінекей. Әнді орындайтын кім? Әпшесі. Қандай әнші болады? Әпшесі. Дұрыс. Әр бала өзінің әпшесіндей болса, соның өзі бір жетістік. Ағайынды Лаура мен Дидар Қызыл Раушан әніне кавер түсіріп, миллион қаралым жинады. Экранға зер салайық. Қызыл Раушан ба? Ал кеттік. Ер осы тербет кепей алаңы. Шатонып сүйген ол гүлдер қиялады. Ал менің сүйген арым Қызыл Раушан. Көрігім әдем Раушан. Жанымда менің шаулаған Қызыл Раушан. Бақытта сені қаларым қызым болсаң. Өзіңе Бұл видеодағы сіз ғой, Иә. Балақайлар кім болады сізге? Менің туған әпкемнің ол қызы. Жалпы сіз сүйемелдейсіз, ән орындайды. Иә. Неге Қызыл Раушанды таңдады? Білмедім, мен өзім ауылға қыдырып барсам, осы әнді қайта айтады, таң атады, кеш батады, содан бір видео жасап жіберейік онда. Ауылда Ұлан ғасырдың ән демек қазір хит болып жатыр ма? Иә. Жақсы, енді студияға Лаура және Дидар. Иә. Дидар Хамиев емес бірақ, Ұлан ғасыр. Ендеше студияға Лаура Кәрім мен Дидар Кәрімді шақырамыз. Қол қалтада, басында бас киім, мұрты бар Дидар. Және әпкесі Лаура. Балақайлар, қош келдіңдер. Ассаламағалейкум. Жылжыш мен сен қасына отырайын. Жылжыңдар. Дидар деген образа кепті тұр. Образдан шыға алмай кепті. Дидар, мына мұртты кім салып берді саған? Әпшем. Бейнебаяннан көріп салып алдыңдар ма? Иә. Бұл әнді кім айтады? Қызыл Раушан деген әнді. Әпшем. Әпшем айта ма? Негізі кім айтады? Негізі. Біз. Сіздер айтасыздар, е? Ұлан ғасыр деген әншіні танымайсыздар ма? Қайсы? Ана отырып. Тани деген. Сіз білесіз, е? Енді ініңізге де айтасыз ғой.
Әлде ініңіз біздің ән деп жүр ме? Біздің ән деп жүр. Біздің ән деп жүр ме? Микрофонды ал. Сенімен сөйлесейік. Лаура, жасың нешеде? 8-де. 8-де. Неге ән көп қой, неге Қызыл Раушанды айттыңдар? Себебі бізге қатты ұнап қалды осы ән. Қай жері ұнады? Біз күнде көріп айтып жүретінбіз, өстіп осыны түсіреміз деген ой келді. Соны түсіріп TikTokқа салып жібердік. Өстіп көп лайк жинап кететінін білген жоқпыз бірақ. Қанша лайк жинады? Білмеймін, өзім көрген жоқпын. Өте көп, иә? Пікірлерді оқыдыңдар ма? Жоқ. Бәрі біз оқыдық, бәрі тәнті болып жатыр, мақтан етіп жатыр. Ұлан ғасырдан да күшті айттыңдар деп жатыр ғой. Қазір бір шумағын айтып бере аласыңдар ма? Иә. Ал, айтайықшы бірге. Белые розы тербеткен биялаңы, жатынып сүйген ол гүлдер қиял әлі. Ал менің сүйген аруым Қызыл Раушан, гүлім әсем Раушан. Болды, ары қарай қазір гитара алып шығады екен студияға, гитараның сүйемелдеуімен айтамыз. Оған дейін дұрыстап танысып алайық. Қай сыныпта оқисыздар? Қай сыныпта оқисыздар? Мен 3-ші сыныпта оқимын. Ал Дидар ше? Мен Нөлебай. Дидар, өскенде әнші боласың ба? Иә. Қандай әнші боласың? Кім сияқты әнші боласың? Әпшем сияқты. Мінекей. Әнді орындайтын кім? Әпшесі. Қандай әнші болады? Әпшесі. Дұрыс. Әр бала өзінің әпшесіндей болса, соның өзі бір жетістік. Дидар, әпшенің аты кім? Қыздархан. Қыздархан? Мына кісі ме? Ол саған не үйретеді ол? Қыздархан сенің әпшең не үйретеді? Әндер үйретеді. Сосын не үйретеді? Сабақ. Дидар, сендер қай ауылда тұрасыңдар? Үшқын ауылы. Қандай? Үшқын ауылы. Микрофон жоқыңыз. Үшқоңыр ауылы? Үшқын. Үшқын ол қай жақта орналасқан? Шымкент. Шымкентте. Ал әпкен де сол жерде тұра ма, әлде Алматыда тұра ма? Шымкентте тұрады. Шымкентте тұрады. Ауылға келген сайын сіздерге ән үйретеді ғой? Да. Бүгін енді бағдарламаға баратындарыңызды ауыл, аймақ, сыныптастар бәрі білетін шығар? Жоқ. Ешкімге айтпадыңдар ма? Иә. Эфирден көріп бәрі деп таң қалсын дедіңіздер ғой? Жоқ, мен білген жоқпын, бірақ звондағаннан соң айтқаннан кейін барып білдім. Келетінге бір күн қалған кезде білген ғой. Кеше естідіңіздер ме? Иә, ешкімге айтып үлгере алмай қалды. Бір күннен кейін сіздер жұлдыз боласыздар. Осыған дейін де жұлдызсыздар әлеуметтік желіде. Енді бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары сіздерді көрсететін болады. Иә? Ал енді студияға гитараны алдыртсақ, әпкесіне берсек, әпкесі сүйемелдесін. Біздің Лаура мен Дидар ән айтады. Ал белые розы, да? Иә. Бастаймыз кет. Белые розы тербеткен биялаңы, Жарқынып сүйген ол гүлдер қиял әлі. Ал менің сүйген аруым Қызыл Раушан, гүлім әсем Раушан. Жанымның менің жаулаған Қызыл Раушан, бақытқа сеніп қаларым қызым болсаң, өзіңе арайлы. Бағымне қараймын, жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан, бақытқа сеніп қаларым қызым болсаң, өзіңе арайлы. Бағым деп қараймын. Тамаша! Құрметті Лаура, Дидар, келгендеріңізге рахмет. Лаура, мынау енді сен 3-ші сыныпқа барасың ғой. Сенің кітаптарын өте көп, саған сөмке керек болады. Иә? Мінекей. Ал жайғасыңыздар. Ал құрметті сарапшылар, біздің балақайларға қандай жылы лебіздеріңіз бар, мархабат? Негізі қазір енді пиардың заманы ғой. Өстіп, бұрын ондай біздің кезімізде, өскен кезде ондай мүмкіндік болған жоқ. Сондықтан ата-аналарға да айтарым, жаңа сізге көп рахмет, өсіп кішкентай балаларға кәдімгідей өнерге деген махаббатты ашып, шынымен де үйретіп, келіп, тиктокқа салудың өзі, мысалы, қазір балалардың жолын ашып жатырсыздар. Сіздерге де көп рахмет, мысалы, осындай баламен жаңағы тақпақ жаттау деген ол үлкен жұмыс, және де оған шыдау керек. Сіздерге айтарым, балаларыңызды көрсете беріңіздер, біздің көрермендерге де айтарым. Қазір YouTube арқылы, TikTok арқылы балаларыңызды шығара беріңіздер, көрсете беріңіздер, сөйтіп балаға деген андай
Бұлақ көрсең көзін аш дейді ғой енді. Көздерін ашып, кәдімгідей бір осындай таланттарды көтере берейік, шығара берейік. Нағыз талант ауылда ғой, негізі. Бірақ балаға әрқашанда көмек керек. Сол үшін көмектесейік, өстіп тиктокқа шығарайық, көрсетейік. Жұлдыздар көбейе берсін Қазақстанда. Бала ортаға қарап өседі ғой. Егер ортада ән, би, күй, жақсы эмоция, сенім болатын болса, балдар өзінің потенциалын аша береді. Біз қазір соның куәсі болып отырмыз. Аналары, әпкелері, тума-туыстары жақсы қолдаған балдардың ішкі еркіндігі, қалауы, соған ұмтылысының нәтижесін. Балдар, сіздер әлі үлкен нәтиже жеңіске жетесіңдер. Осылай әр қарай жалғастыра беріңдер. Жақсы ма? Рахмет. Мен бір нәрсе айтып өтсейші, осы кішкентай кезімде менде осы өтте бір қияли бала болатын. Өтте қияли бала болатын. Мен есімде 3 жасымнан бастап, Таркан деген бар ғой? Таркан, иә. Соның әндерін кассетасы болатын. Соны тыңдап, әндерін жаттап алып, үйге концерт қойып, соны қайталап, билеп, сөйтіп жүретін. Кейіннен, мысалға бір кино көрсем, соған қатты еліктеп, ауырып кетеді дейді ғой. Солай ауырып кететін. Әлімге жүйін солай. Енді өзім қуанып отырмын, шын айтсам. Енді мен әнімді айтып жатыр, енді мен де кезінде еліктесем. Әнімді айтқан былай тұрсын, мұртымды салып алып. Мұртымды салып алып. Енді міне, осы жердегі. Мына баланы Тұрсынбекке ұқсатып отырмын. Мен де соны айтайын деген. Жаңағы биші баланы енді Майкл Джексон бейіне ұқсатып отырмын мысалға. Мен Төреғали Төрәлі отырды алдымызда. Бұйырса енді өзің әркім енді еліктеп өскен дұрыс қой негізі. Ол кейін өзінің стилін табады бұйырса. Сол қуаныштың өсе беріңдер, өне беріңдер. Енді бір кішкентай балалар екен, енді өзім де жаңадан шығып келатырмын, енді бірақ кішкентай балалар болғаннан кейін ағалық бір немде айтуға болады шығар енді. Лебізін іскенесіңдер. Жақсы. Құрметті сарапшылар, сіздерге де мың алғыс, келгендеріңізге рахмет. Құрметті ата-аналар, бұлақ көрсен көзін аш деген қазақ. Балаларыңызды қыспаңыздар, балаларыңызға еркіндік беріңіздер. Бірақ ең бастысы сабақ үлгерімі де жақсы болсын. Қатар алып жүруге кеңес береміз. Балақайлар, келгендеріне рахмет. Бұйырса жүздесеміз әлі. Талантты балаларымыз көремізде таныла берсін. Сіздермен болған мен Руслан Өтепбай. Өте бай болыңыздар.